Сәлем достар, бүгінгі видеода голен тағамын дайындайтын боламыз. 2 килограмм голен, сұйық май, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, вегета дәмдеуіші, паприка, тауық етіне арналған дәмдеуіш. 3 шай қасық сарымсақ массасы. Тапсырысқа арналған голен тағамын дайындау үшін дәмдеуіштерді, сұйық майды, сарымсағымызды барлығын араластырып, голенімізді маринадтаймыз. Маринадталған голенді жарты сағатқа бетін жауып, тындырып қоямыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және өз пікірлеріңізбен комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Сарымсақ массасын дайындау үшін 4 түйір сарымсақты майда етіп турап, 2 ас қасық сұйық маймен араластырып дайындап аламыз. Және осылай дайын болып тұрған сарымсақ массасын салаттарға, басқа да тағамдарға дәмдеуіш ретінде қолдана аласыздар. Достар, 30 минутымыз өтті. Енді голенді пісіруіміз қажет. Ол үшін противенге пергамент қағазын төсеп аламыз және голендерімізді орналастырамыз. Пешімізді 180 немесе 200 градуста алдын ала қыздырып дайындап аламыз. Достар, сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына байланысты уақыттарын қарап отырасыздар. 30 немесе 40 минутта пісіп, жетіліп дайын болады. Достар, 30 минут өтті. Біздің голендеріміз дайын. Өз сөлінде тамаша болып пісіп шықты. Сіздер де өздеріңіздің пештеріңізге қарап пісіріңіздер. Менде 180 градус 30 минутта пісіп шықты. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мінекей достар, бүгінгі тапсырысқа арналған голен тағамы дайын болды. Және голендерімізді өз сөлімен майлап қоямыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты. Сіздермен болған Қарлығаш. Келесі видеода кездескенше баршаңызға ас болсын.